Құрметті қазылар алқасы, қадірлі әріптестер. Мен ержігіт Ұлжалғас Сафи қызы, жаста болса, жүрегінде жалын бар педагогпын. Түркістанның топырағында түлеп, Мақтаралдың мөлдір аспанында арман қуып өстім. Жайлыбаев ауылынан басталған білім жолы. Үлкен мақсаттарға жетелеп, биік белестерге қосты. Ұстаз болу мен үшін таңдау емес, тағдыр. Шәкірт жүрегіне жол табу, басты қағидатым, асыл бағдарым. Осы арман мені Қарағанды төріндегі академик А. Бөкетов атындағы университетке алып келді. Бүгінде 57 жалпы орта білім беретін мектепте. Алған білімімді тәжірибемен ұштастырып, әр күнімді ізденіспен өткізіп келемін. Ұстаздық жай ғана мамандық емес. Ол сенім, жауапкершілік, болашаққа бағытталған міндет. Әр сабағында ой қозғап, пікір тудырып, оқушыны еркін ойлайтын тұлға етіп қалыптастыру басты ниет. Практика кезеңінде білім мен тәрбие тоғысқан. Бірнеше мазмұнды іс-шара өткіздім. 6 сыныпта 2 айнымалысы бар сызықтық теңдеулер тақырыбында ашық сабақ өткізіп, оқушыларды формуламен ғана емес, логикамен ойлауға жетеледім. 12 сәуір қазақ ғылымы күніне орай ұлы ғалым Қаныш Сәтбаевтың туған күніне арналған тәрбиелік сынып сағатын ұйымдастырдым. Ғылымға құрмет, білімге құштарлық. Оқушы жүрегінде от болып жанды. Ал білгірлер атты зияткерлік ойында. 6 сынып оқушылары білім бәйгесіне түсті. Мақсаты пәндік білімді тереңдету, логикалық ойды жүйелеу, шығармашылықты дамыту, топпен бірлесе жұмыс істеуді нығайту. Сайыс бірнеше кезеңнен тұрды. Математика, логика, жылдам ойлау, тапқырлық. Әр тапсырма бір белес. Әр жауап бір жетістік. Балалардың бірлігі мен белсенділігі нағыз білімнің биігін көрсетті. Менің педагогикалық ұстанымым айқын. Әр баланың жүрегіне жол табу. Себебі бүгінгі шәкірт ертеңгі ел тірегі. Ал ұстаз сол тіректің сенімді серігі. Назарларыңызға рахмет.